Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің рецептім бойынша пельмен дайындадым. Қыс мезгілі келді, күн суық. Сіздер де мен сияқты пельмен дайындап, өздеріңіздің отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, мені қолдап, қолпаштап жіберіңіздер. Пельмен жасау үшін маған ет керек. Менде ұсақ малдың төстік еті, сосын пияз, sarımsak, tuz, paprika, әмбебап дәмдеуіш, қызыл бұрыш, қара бұрыш. Және қамырымызға жылы су керек, тұз керек, жұмыртқа керек, сосын ұн керек. Жұмыртқамызды жарып, тұзымызды салып, араластырамыз. Құрметті көрермендер, біздің пельменіміз дайын. Менің жасаған пельменім сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, қоңыраушаны бірінші боп басып, менің жаңа видеоларымды бірінші боп тамашалаңыздар. Сіздер қолдаған сайын мен тек қана одан шабыттанамын.